Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тектегі шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушының көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйіт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен орын аласын. Мешітте құтпа оқыған ғұламасы, мінәжат уәлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көп жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыра алып топта сарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұрт тұшалап.